азық толық. Әр мен ескенім өзінің уақыты болады да, анау не қылатын, не дейді, жейтін уақыты болады. Иә. Сол мәселеде кішкене айтып берсеңіз деп дұрыс көретін едім. Жалпы не қылып айтып берсеңіз деп, мысалы үшін көкөністер қай уақытта жесе болады, мысалы үшін не дейді, жемістер қай уақытта не қылып біздің асқазанымыз жақсы қорыти алады, мысалы үшін сол немені кішкене өтіп айтып берсеңіз. Енді өзіме қатысты, өзімнің өмірімде, өзімнің осы практикама зиянын тигізбейтін, өзім қолданып жүрген нәрселерді барынша айтып қараймын. Оқыған кезде, айтып кеттім ғой, сүт өнімдері ай энергиясымен қорытылатындықтан, оны күн батқаннан кейін ішу керек, или күн шықпастан бұрын таңертең ерте ішуге болады деп айтады. Онда да сүтті ішкен кезде, кешкілікте күн батқаннан кейін әркім өзінің мөлшері бар. Әр адамның өзінің несіне қарай әркім өзі білу керек. Оны білу үшін, мысалға, таңертең сүт іштіңіз бе, бүгін жарты стакан сүт іштіңіз бе, кешке жатарда сіз таңертең тұрғанда тіліңізді тазартқан кезде көп нәрсе шығатын болса, онда азайтуыңыз керек сүттің мөлшері. Значит, ол сізге көбірек. Сол жағынан білуге болады деп айтады да, таңертеңгі токсиндердің тілде көп жиналғандығынан. Сосын оны ысқылтым қылып ішу керек дейді. Біріншіден, ысқылтым қылып ішіп, соны тәтті дәруіштермен әртүрлі көбіне пайдалы кардамон деп жатады кішкене, сосын шафран, корица сияқты сондай дәруіштермен әрлеп, өзіңізге ұнайтын. Сонымен екі ас қасықтан бір стаканға дейін мөлшерде әркім өзіне қарай өзі белгілеп алатын мөлшерін. Сүт жөнінде осылай. Ол біздің нәзік энергияларымызды, разум, санамызды күшейтеді деп айтады, разум береді деп, санамызды өсіреді деп. Сосын жалпы таңертеңгілік кезде тәтті заттарды таңертеңгі аста ішкен жөн дейді. Себебі таңертең күн шыққаннан кейін таңертеңгі асымызды ішетін болсақ, сол кезде біздің күннің шығуымен біздің асқазанымыздағы агни оты, қорыту оты асқазанымыздағы, ол да күшейіп бастайды күн шығуымен бірге. Сондықтан таңертеңгі кезде тәтті нәрселерді жеуге болады көбірек. Ол ешқандай зиян келтірмейді деп айтады аюрведа. Таңертеңгілікте тәтті нәрселер көп жеуге болады. Ол ешқандай, даже әйел адамдар енді өзінің дене бітіміне көп көңіл бөлетіндіктен, олар кейде өздерін шектеп жатады да тәтті жеуден. Оны айтады аюрведада, таңертеңгілікте әйел адам жесе, оған ешқандай зиянын тигізбейді. Сондықтан көбіне таңертеңгілікте тәтті нәрселер жеуге болады, жеміс жидектер жеуге болады. Сосын жеміс жидектерді түскі ас кезінде немен көкөніспен қосуға болмайды дейді. Көкөністі бұқтырып жейміз, түскі асымыздың кезінде бұқтырылған көкөніс, күріш сияқты астық тұқымдас заттармен, күрішпен, сұлы сияқты нелермен көкөністі бұқтырып қосып жеуге болады. Бұршақ дақылдастардан, например, бірінші тағамда суп сияқты сондай нәрселерді істеп, соны жеген кезде жеміс жидекті, ягода дейміз ғой, жеміс жидекті біз араластырмауымыз керек екен. Ол ешқандай бір-бірімен келіспейді. Жеміс жидекті тек таңертеңгілік кезде, сосын түстен тамақтанғаннан кейін, 1 сағат жарымнан кейін жеу керек екен. Егер біз түскі асымызды ішкеннен кейін осындай іле сала біз жеміс жидек жейтін болсақ, ол, оказывается, брожение беріп, асқазанымызда жаңа жеген тамақтарымыздың бәрі токсинге айналады екен. Оны енді Вальмики Прабхупадский айтты, соның несінен естігенім, режим дня. Сосын сағат 4-тен бастап, негізі түскі асымыз 12 мен 2-ге шейін, 3-ге дейін, сағат 3-ге дейін біздің асқазанымыз өте сондай неде тұрады. Ол қандай тамақ жесеңіз де, сол кезде жесеңіз бәрі қорытылады. Ешқандай зиян келтірмейді. Асқазанға ауыртпалық бермейді. 12-ден 3-ге дейін. Осы уақытта асқазан өте өзінің бір несінде тұрады. Оты күшейіп,
кез келген тағамды ол жеміс жидекті араластырмаймыз, содан басқаларын бәрі қорытуға сондай күш береді. Ал 4-тен кейін айтады, асқазанның оты азайып бастайды. 6-дан кейін мүлдем тоқтайды дейді. 6-тан кейін жеген тамақтарымыздың бәрі ол асқазан уже жұмысын тоқтатты, күн батты, асқазан жұмысы тоқтатылды, асқазанымызға түскен нәрселердің бәрі олар тек шіріп тұра береді. Шіріп күн шыққаннан кейін барып ол тек қана қорытып бастайды екен. Ол кездегі тамақтар сонда ол ешқандай бізге пайдасын келтірмейді, кешке жеген тамақтарымыз 6-тан кейін. Ол біздің организмімізде токсиндерді күшейте түседі. Сондықтан айтады, көбіне 6-тан кейін тамақ жемеген дұрыс деп. Кешке болады, кейбір жеміс жидектер жеуге, сосын или жаңағындай жарты стакан, 1 стакан сүт ішуге болады. Сонда біз өте сондай жақсы күште боламыз. Және ол біз үшін таңертең ерте тұруымызға да, ұйқыдан оянуымызға да сондай жақсы ықпалын тигізіп, бізге қиындық келтірмейді. Медитацияға, мантра оқуға, басқа да молитвалар оқуға бізге ешқандай несін келтірмейді. Мен өз өмірімде осыны біздің өзіміздің жанұямызда біз осыны ұстанамыз. Біз естігеннен кейін, біз таңертең асымызды сағат 9-да, содан кейінгі 1 мен 2-нің аралығында ауытқып жатады, арасында 1 мен 3-ке дейін бізде түскі асымыз, уже кешкі, уже неше 6 жыл, 5 жыл болды, біз кешкі асты ішпейміз. Біз кешкі асты дайындамаймыз. Сүт ішеміз, или жеміс жидек жейміз, осылай. Және оның пайдасы таңертеңге ерте тұрып, ары қарай рухани жаңағы өмірімізге өте жақсы ықпалын тигізеді. Таңертең тұруымызға, денсаулығымыздың жақсылығына. Осы вегетариан осындай неге қолданғалы, мен асқазанның ауырады дегені басқа да ауруларға бір ісіп кеуіп, сондай бір ауыртпашылықты сезінгенім жоқ. Рахмет, Гүлемир Раматовна, өте толықты болды сіздің жауабыңыз. Бақтығали, сіздің сұрағыңызға Гүлмира қосып берейін деген едім ғой. Қосылыңыз. Көп сындырмады жы. Харе Кришна. Қосыңыз. Сол жаңағы Гүлмира Матыждың режимдері өте дұрыс, көпшілігі солай істеп. Сосын тағы да бұл жерде жаңағы адамдардың дошалар жайында білесіз қой, иә? Пита доша, вата доша, капха доша. Сол дошалар біздің табиғатымыз бар, сондай вата доша, пита доша, капха доша деген. Сол дошаларды да ескеру керек болады. Мысалы диета, мысалы ватаның диетасы капхаға сәйкес келмейді, капханың диетасы питаға сәйкес келмей жатады. Мысалы кейбір толық адамдар, мысалы олар элемент, жер элементі мен су элементінен табиғат содан тұратындықтан, оларға мысалы көп астық тұқымдастарын, тәттілер жеуге болмайды, суды көп ішуге болмайды деп айтады. Өйткені олар тоже оның құрамында жер элементтер бар, олар оны көбірек жесе бірден вес салмақ қосып кетеді. Жаңағы вата конституциялар дейді, олардың бойында эфир элементі көбірек болады да, олар егерде рационда көбірек жесе, көкөністер, картошка, капуста деген сияқты көп жеп қойса, олардың дошалар тоже ұша бастайды. Сол үшін оларға, мысалы, аюрведаның бір жақсы жері, әр тағамға өзінің қосатын дәмдеуіштері бар. Мысалы, сіз толық болуға бейім болсаңыз, ішкен тамағыңызға сол элемент земли, воды, соны азайтатын дәмдеуіштер қосып жіберуіңізге болады. Сөйтіп баланс ұстайсыз. Немесе ваталарға, вата конституцияларға тым эфир бойына көбірек кетіп қалмас үшін тоже тамағына дәмдеуіштер қосып, кішкене басады. Сөйтіп балансировать етіп отыру керек. Әркім өзінің табиғатын білу шарт деп айтады.
Прабхупада айтады ғой, әр вайшнав жаңағы хабар болу керек дейді. Аюрведадан хабар болу керек, астрологиядан аздап хабарлары болу керек дейді. Өйткені бәрі біздің денеміз енді Құдайға құлшылық етуге арналғандықтан бұл денемізді тонусе ұстауымыз керек қой. Ару сырқалып жүрсек, ешқандай құлшылыққа күшіміз жетпей қалады. Сол үшін сондай біліп отыру керек. Оны жаңағы қазір аюрведтер бар, қазір интернетте де көп, өз дошаларыңызды анықтап алсаңыздар, қайсысын қай кезде жеу, қаншалықты жеу керек екенін біліп аласыздар. Сөйтіп реттеп отыруға болады. Сосын жаңағы бізде мынау көбінесе табиғатта мынау пита капхалар көбірек екен, соны байқадым. Халықтың арасында пита капха көп, ваталар аздап кездеседі. Сол үшін жаңағы диета көбінесе сол Гүлмира Аматжан айтып кеткен диета сол көп келеді соларға ұстануға. Енді кейбір адамдар, мысалы өзім мен көбінесе ватаға жатам. Маған мысалы мен аттан кейін тамақ ішпесем, мен ұшып кетемін. Сол үшін маған кішкене көбірек зерноболовый тәттірек көбірек болады да, кішкене стабилизировать ету үшін. Мен мысалы алттан кейін емес, кешірек тамақ ішемін. Өйткені жаңағы кішкене болса да балансировать ету керек болады маған. Сол сияқты нелер бар, нюанстар болады. Сосын мынау кішкентай балаларға пока 14, шатаспасам 12 жасқа дейін жаңағыдай еркін қай кезде тамақ келеді, солай іше беруге болады деп айтады. Олар пока әлі телосындай емделіп, одан кейін олар біртіндеп тоже өздерінің конституциясына сай режимге көшу керек болады. Сосын тағы да не? Жаңағы сүт обязательно, сүт тағамдары. Сосын жаңағы бізде сүттерді айтады ғой, уже Гүлмира айтып кетті, қалай ішу керек екенін. Мысалы, сүт ішкен кезде әйелдер кішкене жылырақ ішсін дейді, ер адамдар қатты ыстып ішсін дейді, тәтті қылып ішу керек болады дейді. Мысалы, әйел адамдарға көбірек тәтті қосуға болады дейді, ер адамдарға жай ғана подслащенный дейді ғой, сөйтіп ішу керек дейді. Сондай нюанстар бар. Тағы да қазір есіме түссе, тағы да бірдеме білгенімді тоже айтуға тырысамын. Рахмет, көп рахмет. Харе Кришна.